Әлем өте қорқынышты жерге айналды. Қауіпті тіршілік иелерінің бір түрі жерге шабуыл жасады. Осы құбыжықтардың кесірінен адамзат өркениетінің көбі жойылып кетті. Қалалар бос қалды. Көшелер үнсіз. Әңгіме Блэр есімді қыздан басталады. Ол ауылдағы қаңырап бос қалған үйде жалғыз тұрады. Ол ұзақ уақыт бойы басқа адамды көрмеген әрі сөйлеспеген. Ол толықтай жалғыз, күн сайын аман қалу үшін күреседі. Оның бір маңызды зат бар – рация. Ол оны әрқашан жақын ұстап жүреді. Бір күні біреудің дауысын естимін деп үміттенеді. Бір күні Блэр үйінен шығып, заттар іздеуге шешім қабылдады. Ол біртүрлі ескі орынға жеткенше жүрді. Ол қиындық басталғанда, көп адам жасырынған баспанаға ұқсайды. Бірақ қазір онда ешкім жоқ. Барлығы сынған әрі шаң басқан. Блэр ішке өте сақтықпен кірді. Ол айналаны қарап, өте маңызды заттар тапты. Ол бір бөтелке су мен дәрі-дәрмек тапты. Оларды тапқанына өте қуанды. Ол оларды сөмкесіне тез салды. Бірақ кенеттен ол жалғыз емес сияқты сезінді. Ол біреу немесе бірдеңе оны бақылап тұрғандай болды. Ол қатты қорықты. Уақытты босқа өткізбей, ол баспанадан жүгіріп шықты да үйіне жеткенше тоқтамады. Үйіне қайтып, ол қалыпты тәртібіне оралды. Ол шағын тамағын жеді, кітаптарын оқыды және рациясын мұқият бақылады. Ол үнсіздікте отырып сигнал күтті. Ол жүрегінде бұл жойылған әлемде міндетті түрде біреу аман қалған деп білді. Жердің екінші жағында, Блэрден алыс жерде, Томми есімді балада аман қалу үшін қатты күресіп жатты. Ол қауіпсіз деп ойлаған жерде тұрып жатқан, бірақ кенеттен қауіпті тіршілік иелері сол жерге келді. Томми қауіпті көріп, дереу кету керектігін түсінді. Ол барынша жылдам жүгіре бастады. Орман арқылы жүгіріп бара жатқанда, сөмкесі иығынан түсіп қалды. Бұл сөмкеде оның барлық маңызды құралдары мен тамағы бар еді. Томми тоқтап, оны алғысы келді, бірақ құбыжықтар тым жақын болды. Өз өмірін сақтау сөмкеден маңыздырақ еді. Ол жасырынатын қауіпсіз жер тапқанша жүгіруді жалғастырды. Ол түнді көлеңкеде жасырынып, қорқыныштан дірілдеп өткізді. Ол құбыжықтар естімесін деп өте тыныш тұрды. Күн шыға сала, Томми батылдықпен сөмкесі түскен жерге қайтып барды. Ол оны тауып, алып, жаңа жасырынатын жер іздеуге шешім қабылдады. Томмидің де рациясы бар еді. Ол оны қосып, тыңдап тұрған біреуді байланыстыруға тырысты. Бақытымызға орай, Томмидің әрекеті нәтиже берді. Оның сигналы Блэрдің рациясына жетті. Бұл екеуі үшін де үлкен сәт болды. Ол ұзақ уақыттан бері бірінші рет басқа адамның дауысын естіді. Томми Блэрге өз жағдайын айтты. Ол өте ескі, биік құрылымның үстіне шығып тұрғанын айтты. Ол үлкен мұнараға ұқсайды. Ол оған жерде құбыжықтардың жүргенін және тұзаққа түскенін айтты. Блэр оған көмектескісі келді. Ол айтқан жерді есіне түсіріп, идея берді. Ол құрылымда терезе бар екенін айтты. Ол егер ол терезеге жетсе, шығып құбыжықтар көрмейтіндей қауіпсіз түрде қашып кете алатынын түсіндірді. Томми оның нұсқауларын тыңдады. Ол терезені тауып, жүгіріп шықты. Блэрдің көмегінің арқасында оның өмірі сақталды. Келесі күні таңертең Томми қалған заттарын алуға қайтып барды. Ол сөмкесі мен рациясын алып, қайта жүре бастады. Ол Блэрге қауіпсіз қашқанын айтты. Блэр мұны естіп өте қуанды. Ол оған ұзақ уақыт жалғыздықтан кейін адам дауысын естудің қаншалықты жақсы екенін айтты. Томми қызығушылық танытып, сен қайда тұрасың деп сұрады. Блэр оған ұзақ уақыт бос тұрған ескі үйде тұратынын айтты. Ол құбыжықтардан да, жаман адамдардан да аулақ болу үшін сонда тұратынын түсіндірді. Ол үйінен алыс кетуге батылдығы жоқ екенін мойындады. Сонда Томми Блэрге өз жоспарын айтты. Ол алыста өте биік тау шыңы бар екенін айтты. Ол әлем аяқталмай тұрып, отбасының сонда тұрғанын айтты. Ол таудың қауіпсіз жер екеніне сенді, және ол соншалық биік әрі шалғай болғандықтан, онда құбыжықтар жоқ шығар деді. Блэр мұны естіп өте қозғалды. Ол үйінде жалғыз әрі қорқып шаршаған еді. Ол Томмиге тауға онымен бірге барғысы келетінін айтты. Бірақ ол оған маңызды ескерту жасады. Ол рациясына қарап, батареяның өте төмен екенін көрді. Ол Томмиге біз сақ болуымыз керек. Батарея шектеулі. Күніне 3 рет қана сөйлесу үшін үнемдейік деді. Екеуі бұл жоспарға келісті. Олар өте сақтықпен алға жылжып, таудың төбесінде кездесуге шешім қабылдады. Блэр сөмкесін тез жинай бастады. Ол ұзақ сапарға қажеттінің бәрін алды. Томми де тауға қарай жүре бастады. Сапар барысында Томми өте ашты. Сөмкесінде аз ғана тамақ бар еді, бірақ оны бірден жемеді. Ол осы жаңа әлемде ақылды болу керектігін білді.
Ол сапардың ұзақ әрі қиын болатынын білді. Егер тамақты қазір бітірсе, кейін ештеңе қалмайды. Ол үлкен шыдамдылық көрсетіп, жүруді жалғастырды. Блэр де алға жылжып жатты. Ол ас үйлерден тамақ қалған шығар деп, көптеген бос әрі сынған үйлерге кірді. Әлем жойылғандықтан әр үй қаңырап бос қалған. Ол іздеу кезінде еш шу шығармау үшін өте сақ болды. Сапар барысында біз Блэрдің аман қалуға үйренгенін көреміз. Ол ет алу үшін қоян өлтірді. Сондай-ақ балық ұстап өлтіріп, от үстінде пісірді, күшін сақтау үшін. Бір үйді іздеп жүргенде құлаққап жұбын тапты. Ол оларды қосып музыка тыңдай бастады. Осы қорқынышты әрі тыныш әлемде музыка оның жалғыз досы болды. Ол оны аздап жалғыз сезіндірмеді. Томми жолдағы ескі сынған автобустың жанына жетті. Ол ішінде тамақ немесе пайдалы заттар бар шығар деп ойлады. Бірақ автобус терезесінен қараған бойда артқы жағынан өте біртүрлі әрі қорқынышты дыбыстар естіді. Ол қатты қорықты. Ол дереу жүгіріп шығып, қауіпсіз жер тауып отырып демалды. Біраз уақыттан кейін рациясын шығарып, Блэрге сөйледі. Ол одан: «Сен әлі тамақ жедің бе?» деп сұрады. Томми: «Жоқ, әлі жоқ» деп жауап берді. Блэр оған кеңес берді. Ол: «Сен айналадағы бос үйлерден тамақ таба аласың» деді. «Тек есінде болсын, еш шу шығарма. Егер құбыжықтар естісе, өмірімен айырыласың» деді. Олар сөйлесіп жатқанда Томми Блэрден бір сұрақ қойды. «Егер екеуміз аман қалып, ақыры кездессек, одан кейін қайда барғың келеді?» Блэр ойланып тұрып: «Мен әрқашан Нью-Йорк қаласына барғым келді» деді. «Мен сонда тұруым келді. Отбасымен сол қала туралы көп армандадық. Бірақ әкем тірі кезінде арманымыз орындалмады». Оның даусы өте мұңды шықты. Ол Томмиге әкесінен қалған жалғыз зат бір ескі сурет екенін айтты. Сонда Блэр Томмиден оның әңгімесін сұрады. Томми баяу жауап беріп: «Мен ерекше адам емеспін» деді. «Әкем туралы жалғыз есімде қалғаны оның мойын алқасы. Мен оны әрқашан өзімен бірге ұстаймын, өйткені ол маған үміт береді. Әкем қайтыс болғанда күлін теңізге шаштым. Егер аман қалсан, бір күні сол теңізге қайтып, оған дұрыстап қоштасу айтқым келеді». Блэр оны тыныш тыңдады. Сонда ол қараңғы түсіп қалғалы жатыр. Тамақ ішіп ұйықтайтын жер тап, 9 сағатта қайта сөйлесейік деді. Блэр сапарын жалғастырып шіркеуге жетті. Шіркеу бос әрі тыныш еді, бірақ ішінде бір түрлі әйелді кездестірді. Әйел өте бір түрлі сөйлей бастады. Әйел: «Құдай бізді жаман істер үшін жазалап жатыр» деді. «Адамдар көп күнә жасады. Енді бізді осы құбыжықтармен жазалап жатыр» деді. Мұны естіп Блэр қатты ашуланды. Ол әйелге айқайлап: «Егер сенің құдайың шынайы болса, барлық адамдардың өлуіне жол бермес еді» деді. «Адамдар, оның балалары. Еш әке өз балаларын жалғыз тастап өлтіруге рұқсат бермейді. Маған осы пайдасыз ақпаратты айтуды доғар» деді. Блэр қатты ренжіп, шіркеуден дереу шығып жүруді жалғастырды. Түн өте кеш болды. Томми бос үй тауып, ішке кіріп тамақ іздеді. Біраз іздегеннен кейін ақыры тамақ тапты. Бірақ үйден шығып бара жатқанда алдынан қауіпті құбыжық шықты. Томми қатты қорықты. Ол барынша жылдам жүгіре бастады, бірақ сүрініп жерге құлады. Бір секундта құбыжық оның үстінде тұрды. Томми өмірі бітті деп ойлады. Бірақ бір түрлі нәрсе болды. Құбыжық Томмиге біраз қарап тұрып, оған тимей кетіп қалды. Томми дірілдеп тұрды. Ол жүгіріп шығып, қауіпсіз жерде жасырынды. Ол ауыр дем алып, жүрегі соғып тұрды. Ол рациясын алып, Блэрге қоңырау шалды. Ол оған: «Құбыжық маған шабуыл жасады, бірақ өлтірмеді. Неге екенін білмеймін, бірақ аман қалдым» деді. Блэр таң қалды. Ол қалай мүмкін? Ешкім оларға сонша жақын тұрғанда аман қалмайды деді. Томмидің даусы ауырлап: «Осы құбыжықтар алғаш келгенде әкемді, анамды және қарындасымды өлтірді» деді. «Мен жалғыз қалдым. Мен әкеме көмектесе алмадым. Енді кім үшін өмір сүріп жатқанымды білмеймін» деді. Ол жылай бастады. Блэр оны жұбатуға тырысып: «Томми, біз әлі тіріміз. Сен маған аман қалуың керек» деді. «Үмітімді жоғалтпа. Егер әкем осында болса, сенің осылай берілгеніңді көргісі келмейтін еді. Жоқ, біз күшті болып тауда кездесуіміз керек. Тек сенім ұста» деді. Олар біраз сөйлесіп, Блэр сапарын жалғастырды. Ол жол жиегіндегі ескі сынған көлікті тапты. Ол түнде сонда ұйықтауды шешті. Томми де қауіпсіз жер тауып, шағын от жағып ұйықтауға дайындалды. Таңертең Блэр көзін ашып, көлік терезесінен қарағанда дәл сыртында құбыжық тұрған көрді. Ол қорқыныштан қатып қалды. Ол қозғалмай тұрып, құбыжық көлікке шабуыл жасап, әйнекті сындырды. Блэр шығуға тырысты. Ол шыққан бойда құбыжық оған секірді. Блэр үлкен батылдық көрсетіп, сынған әйнек кесегін пайдаланып, құбыжықты ұрып, қалайда өлтірді.
Күрестен кейін Блэр жерге отырып жылай бастады. Бұл оған тым ауыр болды. Ол күн сайын өмір үшін күресуден шаршаған еді. Біраз уақыттан кейін жылауды тоқтатып, рациясын алып Томиге қоңырау шалды. Ол: «Томи, құбыжық маған шабуыл жасады, бірақ ең қорқыныштысы бұл күндіз болды» деді. Бұрын құбыжықтар тек түнде шығатын, бірақ қазір олар үйреніп өзгеріп жатыр. Бұл біз үшін өте қауіпті деді. Томи де қатты алаңдады. Ол: «Біз жылдамырақ жылжуымыз керек» деді. «Мен тау шыңына 1,5 күнде жетемін. Сен мүмкіндігінше тез жет. Біз аман қалуымыз керек» деді. Олар жүруді жалғастырды. Блэрдің жүрегі жылдам соғып тұрды. Ол соншалық қорыққандықтан ес алып бара жатқандай сезінді. Ол Томиге: «Радиодан өтінемін, маған сөйлеші. Кез келген нәрсе сұра, мен қатты қорқып тұрмын» деді. Томи оның қорқынышын түсініп, жұмсақ дауыспен сөйлеп, оны тыныштандырды. Блэр жүріп бара жатқанда темір жол жолына жетті. Ол сонда біраз отырып суретке түсті. Ол осы сәттерді түсіріп, өзін әлі адам сезініп, тірі екенін сезінгісі келді. Томи жағында басқа бос үйге кірді. Ішінде әлі тірі тұрған жылқылар тобы бар еді. Ол айналаны қарап тұрғанда алдынан кенеттен қыз шықты. Ол өте ауру, әрі аштықтан әлсіз көрінді. Қыз Томиге сөмкеңді бер деді. «Егер берсең сені жіберемін, бермесең өлтіремін» деді. Томи оған аяушылық сезінді. Өйткені ол соншалық аш көрінді, бірақ сөмкесін бере алмады. Онда аман қалуға қажеттінің бәрі бар еді. Ол «жоқ» деді. Қыз қатты ашуланып, қатты айқайлай бастады. Кенеттен айқай құбыжықты тартты. Қыз құбыжықты көріп, одан да қатты айқайлады. Томи бұрышта жасырынды. Құбыжық қызға шабуыл жасады. Өйткені ол көп шу шығарттырды. Ол сол жерде өлтірілді. Томи үйден барынша жылдам жүгіріп шығып, алысқа дейін тоқтамады. Ол Блэрге болған жағдайды айту үшін қоңырау шалуға тырысты, бірақ ол жауап бермеді. Ол рациясын өшірген шығар деп ойлады. Блэр де қауіптеді. Ол темір жол жолынан шыққаннан кейін құбыжық оған шабуыл жасады. Оның қашатын жері жоқ еді. Ол күресуге дайын болды, бірақ кенеттен қаруы бар қария пайда болды. Ол құбыжықты өлтірді. Қария Блэрді үйіне апарып, жарасына таңғыш салып, шай дайындады. Блэр одан: «Неге маған көмектестің?» деп сұрады. Қария күліп: «Басқа не істей аламын?» деді. Блэр: «Жалғыз тұрасың ба?» деп сұрады. Ол: «Әйелім бірге еді, бірақ құбыжықтар оны өлтірді» деді. «Мен қашып құтылдым, енді өз өзіме. Кемінде ол осы тозақтан құтылды деп ойлаймын» деді. Кейін Блэр рациясын қосып, Томимен сөйлесті. Ол оған қарияның оны құтқарғанын айтты. «Томи, сен оған сенесің бе?» деп сұрады. «Таңертең бір әйел маған шабуыл жасады. Адамдар қауіпті болып бара жатыр» деді. Блэр: «Иә, сенемін» деді. «Ол мені өлуге қалдыра алатын еді, бірақ құтқарып тамақ берді. Осындай адамдар аз қалды. Егер аман қалсақ, қорқынышсыз шалғай фермаларда тұруымыз керек» деді. Сонда Блэр Томиге анасының әңгімесін айтты. «Ол бір түнде құбыжық ұйықтап жатқанымызда маған және анама шабуыл жасады» деді. «Анама қаш» деді. «Бірақ мен оны тастап кете алмадым. Мен оның қатты ауырсынып жатқанын көрдім. Менде бір оқ бар мылтық болды. Мен анамды сол оқпен өлтірдім. Өйткені оның азап шегуін көре алмадым» деді. Блэр қайта жылай бастады. Томи оны жұбатып: «Дұрыс істедің, Блэр» деді. «Біреудің сонша ауырсынуына жол беру қате» деді. Қария Джеймс оның әңгімесін естіді. «Ол сенің істегенін үлкен батылдықты қажет етеді» деді. «Әркім сондай батыл емес» деді. Джеймс Блэрге тамақ пен су толы сөмке берді. «Ол енді солтүстікке бар. Досың сені күтіп тұр» деді. «Есінде болсын, егер тұратын жер қажет болса, менің есігім әрқашан ашық. Менде көп уақыт қалмады, бірақ бұл үй сендікі, егер қажет болса» деді. Блэр оған рахмет айтып кетті. Томи тыныш жерде отырып, қалған тамақты жеп жатты. Кенеттен қараңғыда бірдеңе сезінді. Құбыжық оған шабуыл жасады. Томи қатты күресті. Ол жақын жерде жұмыртқа көріп, оны бар күшімен алып, құбыжықтың басына ұрды. Құбыжық қозғалуды тоқтатты. Томи Блэрге қоңырау шалуға тырысты, бірақ рациясының батареясы біткен еді. Блэр де оған қоңырау шалуға тырысты, бірақ оның батареясы да біткен еді. Екеуі сөйлесе алмай жүруді жалғастырды. Ақыры Томи шағын үйге жетті. Ол ішке кіріп ұйықтады. Келесі күні таңертең есік қағылды. Ол ашып, алдында Блэр тұрғанын көрді. Олар айлар бойы жалғыздықпен күрестен кейін бір-бірін көріп өте қуанды. Олар құшақтасып ұзақ сөйлесті. Олар сол үйде қалып, өз әлемін құруға шешім қабылдады. Бірақ олардың бақыты ұзаққа созылмады. Кенеттен күндіз екі құбыжық үйге қарай келді.
Олар ішке жүгіріп кіріп, есікті құлыптады. Блэр терезеден қарап, олар қазір күндіз шабуыл жасап жатыр. Бізде көп уақыт жоқ деді. Томми үйдегі газ баллондарын көрді. Ол егер газды ашып, үйді өртеп жіберсек, олар ішке кіргенде өлтіре аламыз деді. Олар газды қосты. Құбыжықтар есікті бұзып кірген бойда Томми мен Блэр үйді өртеп, артқы есіктен жүгіріп шықты. Үлкен жарылыс болып, үй құбыжықтармен бірге жанып кетті. Олар үйлерінің жануын қарады, бірақ берілмеді. Томми, жақсы, басқа үй саламыз деді. Сол кезде таудан қорқынышты дыбыс естілді. Олар жоғары қарап, қорқынышты нәрсе көрді. Басқалардан әлдеқайда үлкен, әрі қорқынышты алып, құбыжық тауда тұрды. Блэр мен Томми бір-біріне қарады. Олар қатты қорықты. Өйткені бұл қауіп бұрынғыдан әлдеқайда үлкен еді. Бірақ олар бірге болғандықтан, онымен бетпе-бет келуге болатынын білді. Әңгіме осында аяқталады. Ол қаншалық қиын болса да, егер батылдықпен бірге тұратын адам болса, күресті жалғастыруға болатынын көрсетеді. Бұл әңгіме үміт пен сенім туралы. Көріскенше.